Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmetli de qadırlı Müslüman bawırlar, agayın tuğustar. Nadettegidey jeksenbilik suhbatqa basıp kelgen qadamlarыңызға Алла тағалам сауаптан жазсын. Осы әр жексенбіде айтылып жатқан сахабалардың өмірі біздерге үлгі болуын Алла тағалам нәсіп етсін. Бүгінгі айтайын деп тұрған сахабамыз Абдуллах ибн Мас'уд разияллаху анху. Абдуллах ибн Мас'уд أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан кейінгі Құранды жәхри дауыстап оқыған әуелгі сахаба Абдуллах ибн Мас'уд екен. Өзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла тағала Жебреил періште арқылы осы Құранды түсіргенде бірінші Құранды дауыстап оқыған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам болатын болса, екінші пайғамбарымыздан кейінгі осындай ұлық мақамға, осындай ұлық іске лайық болған, нәсіп болған сахаба Абдуллах ибн Мас'уд разияллаху анху екен. Пайғамбарымыздың сөзі бар екен: кімде-кім егер оны Құран жаңа түскендей етіп оқу оны қуантатын болса, ол Ибн Умм Абдтың қирағатындай қирағат қылсын деген екен. Ол дегені кімде-кім өзі мына Алла тағаладан Жебреил періште қалай вахи қылып Құранды түсірген болса, жап жаңа, ешбір қатесіз, тура сондай қылып қырағат ету ол адамның көңіліне бір қуаныш келтіретін болса, Умм Абд деп енді Абдуллах ибн Мас'удтың қирағатындай қырағат қылсын деген екен да. О кісінің қырағат қылуында ешбір кемшілік болмаған, кәмә назала дейді, яғни қалай Құран түскен болса сондай оқи алатын дәрежедегі сахаба болғандығы үшін пайғамбарымыз солай осы сөзді айтып тұр. كان يومئذ غلاما يافعا لم يجاوز الحلم وكان يسرح في شعاب مكة بعيدا عن الناس ومعه غنم يرعاها لسيد من سادة قريش هو عقبة بن أبي معيط. كان الناس ينادونه ابن أم عبد أما اسمه فهو عبد الله وأما اسم أبيه فمسعود. Сол күндері бұл бір жас жігіт болатын еді. Әлі балағат жасынан да өтпеген. Енді балағат жасына жеткен шақтағы бір жас жігіт болатын еді Абдуллах ибн Мас'уд. Ол Меккенің далаларында, анау ауылдың сыртында бір жайлау сияқты дала жерлер болады ғой, мал бағатын сондай жерлерді айтады. Сол Меккенің Шиаб, таудың ішіндегі бір жолдарды айтады екен. Сондай таудың соқпақтарында, Меккенің сыртындағы бір таудың ашық алаңқай жерлерінде адамдардан ұзақ жүрер еді бұл Абдуллах ибн Мас'уд. Сол жас бала кезінде онымен бірге Құрайыштың ұлыларынан болған бір ұлысының, яғни Құрайыштың үлкен бір лауазымды бір кісісінің қойын бағып жүретін еді дейді. Ол кісі Уқбат ибн Аби Муайт деген кісі. Бұл кісі өте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға азар жеткізген, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға өте көп зиян жеткізген адам. Уқбат ибн Аби Муайт деген адам. Ол Бәдір соғысынан кейін өлтірілген, мүшрик халінде өлді. Сол адамның қойын бағып жүретін бір жас жігіт еді бұл Абдуллах ибн Мас'уд. Әлі дінге кіргенге дейін. Адамдар оны Ибн Умм Абд,
Үммі Абидтің баласы деп атайтын еді. Бірақ өзінің аты Абдуллах, әкесінің аты болса Мас'уд. Яғни Абдуллах ибн Мас'уд. Мас'удтың баласы Абдулла дегені ғой. كان الغلام يسمع بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظهر في قومه فلا يأبه لها لصغر سنه من جهة ولبعده عن المجتمع المكي من جهة أخرى فقد دأب على أن يخرج بغنم عقبة منذ البكور ثم لا يعود بها إلا إذا أقبل الليل. Бұл Абдуллах ибн Мас'уд пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның, яғни өзінің қауымының арасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хабарын естер еді, бірақ мән бермес еді. Жасының кішкентай болғандығы үшін бір таманнан, бір жағынан жасы кішкентай болғандығы үшін, бір пайғамбар шығыпты Құрайыштан десе, бұл естер еді сол хабарды. Бірақ жасы өте жас болғандығы үшін, енді 11-12 жасар ма Алла біледі, әлі хүлім жасынан өтпеген дегені, әлі балиғат жасынан өтпеген. Пайғамбар не екені мүмкін мән бермеген жағынан жүретін еді. Бір жағынан Меккеден, жамағаттан, халықтан ұзақ болғандығы үшін ол пайғамбардың хабарына онша мән бермес еді. Және ол әдеті Уқбат ибн Аби Муайттың қойларымен таң ертемен шығып кетіп, күн батқаннан кейін ғана оралатын еді Меккеге. Ал үйтіп жүрген адамда басқа нәрсемен айналысуға уақытта жоқ қой. Пайғамбар шығып ол қандай насихат жасап жатыр, кімді қалай дағуат жасап жатыр, қауымның ішінде не жағдайлар болып жатыр, одан бейхабар, оған мән бермеген әлі жас бала еді бұл кісі сол кезде. وفي ذات يوم أبصر الغلام المكي عبد الله بن مسعود كحلين عليهما الوقار يتجهان نحوه من بعيد وقد أخذ الجهد منهما كل مأخذ واشتد عليهما الظماء حتى جفت منهما الشفاه والحلوق. Күндердің бір күні Меккелік жас жігіт Абдуллах ибн Мас'уд ұзақтан өзіне қарай келе жатқан орта жастағы бір екі кісіні байқап қалды. Ол екеуін қиыншылық, ауыртпашылық өте қинаған. Сондай келістерінен ақ байқалып тұр олардың әбден қиыншылықта, әбден ауыртпашылықта жүрген адамдар екендігі. Сол дәрежеде қиыншылық оларды қинаған, олардың еріндері де, олардың ауыздары да құрғап кеткен шөлдегеннен. Енді бұл Меккенің сыртында бір таутастың арасында әлгі Уқбат ибн Аби Муайттың қойларын бағып жүр. Ойда жоқта екі адам келе жатыр бұл Абдуллах ибн Мас'удқа қарай. فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِ سَلَّمَ وَقَالَ يَا غُلَامُ احلب لنا من هذه الشياه ما نطفئ به ظماءنا ونبل عروقنا. فقال الغلام لا أفعل فالغنم ليست لي وأنا عليها مؤتمن. فلم ينكر الرجلان قوله وبدا على وجهيهما الرضا عنه ثم قال له أحدهما دلني على شاة لم ينزو عليها فحل. فأشار الغلام إلى شاة صغيرة قريبة منه فتقدم منها الرجل واعتقلها وجعل يمسح ضرعها بيده وهو يذكر عليها اسم الله. فنظر إليه الغلام في دهشة وقال في نفسه ومتى كانت الشياه الصغيرة التي لم تنزو عليها الفحول تدر لبنا. Екеуі бұның жанына келіп тоқтап, Абдуллах ибн Мас'удтың жанына келіп тоқтап, сәлем беріп, ассаламу алейкум деп айтты екеуі. Ей ғулам, өзі ғулам дегеннің мағынасы құл. Енді біз бала деп бұл жерде істетейік. Ей бала,
Bizge ana qo'ylardan bir süt sovub berşi. Biz mına şölümüzді basayık. Tamırlarımızda keup ketdi qo'y, kichkene tamırlarımızды sulab alayık deb. Yani sol derejede şöl degende tamırdың da keup ketkendiginden aytып atırdı endi bu jerde. Mına tamırlarımızды kichkene sulab şölümüzді basıp alatın derejede bir ana qo'ylarыңdan süt sovub berşi bizge deydi Abdullah ibn Mas'udga. So кезде jas bala "Жоқ, men qilmayman buni. Өйткені qo'ylar meniki emas. A men бұл qo'ylarga amanattarmın. Amanatga xiyanat jasay almayman. Yegesinden suramasdan men sizlerge süt sovub bere almayman" dedi qo'y. A екі kişi onun sözün жоққа да шығармады, yani qaytarmadı. Екеуінің жүзінде bir оған деген bir razışılık bilinip kaldı. Сөйтіп екеуінен бірі айтты бұл Abdullah ibn Mas'udға. Мейлі, саумасаң саумай-ақ қой, сен маған бірақ әлі қашпаған, yani қошқар бармаған bir жас bir қозыны көрсетші соны маған. Анау енді сауылатын қойлар, ол кешке дейін бағылып барғаннан кейін анау үйдің егелері оны сауы мүмкін. Сүт болмай қалса бұған аманатқа қиянат жасадың деуі мүмкін. Ал енді соны білген әлгі екеудің біреуі, әлі айтпаймыз ол екеуі кім екенін, айтып жатыр: "Мейлі, сен қой сауып бермесең сауып бермей-ақ қой, бірақ әлі қошқар бармаған, yani қашпаған bir жас қойды бізге көрсетші." Кейін бұл жас жігіт Abdullah ibn Mas'ud өзіне жақын бір кішкентай ғана қозыны көрсетті. Әлгі кісі барып әлгі қозыны ұстап алып, оны тұсап байлап, әлі емшегі де жоқ. Кішкене қозы ғой. Сол емшегінің тұсын сипалап қолымен Аллахтың исмін айтар еді, yani Bismillahirrahmanirrahim деп. Ал жас бала болса таң қалып қарап тұр. Мына кісі не істейді екен деген оймен ішінде айтып тұр өзінше. Қашаннан бері кішкентай қозылар, әлі оған қошқар бармаған кішкентай қозылар сүт беретін еді. Бұл не, мыналар не істемекші өзі бұл деген бір таң қалып ішінде солай айтып тұрды бұл Abdullah ibn Mas'ud. لكن ضرع الشاة ما لبس أن انتفخ وطفق اللبن ينثبق منه سرا غزيرا فأخذ الرجل الآخر حجرا مجوفا من الأرض وملأه باللبن وشرب منه هو وصاحبه ثم سقياني معهما وأنا لا أكاد أصدق ما أراه. Бірақ өз айтып жатыр Abdullah ibn Mas'ud: "Мен таң қалып тұрмын, yani қашаннан бері жап-жас қозы сүт беріп қалатын еді. Мыналар не істейін деп жатыр?" деп таң қалып тұрғанда, бірақ әлгі қозының емшегі жайлап ісіп сүт тола бастады дейді. Не керек, сонымен көп сүт бұлақ құсап ағып әлгі қозының емшегінен сүт аға бастады. Қасындағы екінші кісі тез жерден жалпақ, зерен сияқты бір жалпақ бір тасты алып, тазалап, әлгі тасқа сүтті құйып, сол жерде екеуі жақсылап сүтті ішіп қанып, маған да сүттен сүт берді. Мен әлі көрген нәрсеме сен алар емеспін дейді. Не жағдай болып жатыр мына жерде? فَلَمَّا ارْتَوَيْنَا قَالَ الرَّجُلُ الْمُبَارَكُ لِضَرْعِ الشَّاةِ انْقَبِضْ فما زال ينقبض حتى عاد إلى ما كان عليه. عند ذلك قلت للرجل المبارك: علمني من هذا القول الذي قلته. فقال لي: إنك غلام معلم. Кейін қанып ішіп болғаннан кейін әлгі мүбәрак кісі әлгі қозының емшегін сипалап, Алланың исмін айтып, қозының емшегінен сүт шығарған мүбәрак кісі қозының емшегіне енді жиналғын деді. Тартылғын дегені ғой. Ол емшегі қозының баяғы қалпына келді. Тартылып, тура бір сүт беретін емес, бәлки
кәдімгі қозы қалпына келді. Сол кезде әлгі мүбәрак кісіге мен айттым дейді, Абдуллах ибн Масуд айтады. Маған әлгі айтқан сөзіңізден үйретіңізші деп айттым дейді. Яғни бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөз ғой. Сол кезде әлгі кісі айтты дейді, сен үйретілген бала екенсің өзі деп. Өйткені ана жердің өзінде барғанда бұл бір мүшриктің қойын бағып жүрген адам. Әлгі кісі келіп бізге бір қой сауып бер десе, ол айтып жатыр, бұл қой менікі емес. Мен бұған аманаттармын, мен бұны қыла алмаймын дегеннен ақ әлгі кісінің жүзінде қуаныш пайда болды дедік қой төбеде. Демек бұл кісі, мүбәрак кісі оған айтып жатыр, сен үйретілген өз бала екенсің, муаллам баласың сен, білімді баласың екенсің сен деді да. Канат хадихи бидайата қиссати Абдуллах ибн Масудин ма'ал ислам. Мен осы қисса Абдуллах ибн Масудтың исламмен бірге, яғни исламға болған әуелгі қиссасының басы осы еді. Мен осы жерден бастап Абдуллах ибн Масуд ислам деген нәрсені жайлап түсіне бастады. İzlem yekunir racülül mübareku illa Rasulullahi sallallahu aleyhi ve lem yekun sahibuhu illa Siddiqa radıyallahu anhu. Үйтпегендеші, мүбәрак кісі деп жатқанымыз ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам еді. Ал оның қасындағы серігі ол Абу Бәкір разияллаху анху еді. Бұлар сол Құрайштың, мына жерде айтады, فقد نفر في ذلك اليوم إلى شعاب مكة لفرط ما أرحقتهما قريش ولشدة ما أنزلت بهما من بلاء. Сол күні екеуі Меккенің таутасына қарай кетіп қалған еді. Құрайштың оларға көрсеткен қатты азабынан, оларға көрсеткен қатты зиянынан Меккенің сыртына қарай қашып шыққан Хазіреті Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мен Хазіреті Абу Бәкір разияллаху анху еді. Міне сондай бұл Абдуллах ибн Масудтың исламға кіру оқиғасы солай басталды. Пайғамбарымыз бен Абу Бәкір барып сүт сұрады Хазірет Абдуллах ибн Масудтан. Ана жаңа басында екі кісі деп келе жатқанда ойлап тұрмыз, кім екен ол екі кісі деп. Ол екі кісі, мүбәрак екі кісі, пайғамбарымыз бен оның серігі Абу Бәкір разияллаху анху еді. وكما أحب الغلام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صاحبه وتعلق بهما فقد أعجب الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالغلام وأكبر أمانته وحزمه وتوسم فيه الخير. Бұл жас жігіт Абдуллах ибн Масуд разияллаху анху пайғамбарымыз бен пайғамбарымыздың серігі Хазіреті Абу Бәкір разияллаху анхуды өте қатты жақсы көрді. Екеуіне байланды. Пайғамбарымыз бен оның серігі бұл жас баладан ғажаптанды. Екеуі болашақта бұдан көп жақсылықтарды үміт етті. Енді төбеге сәл қайтатын болсақ, төбеде әлгі қозының, әлі қашпаған, әлі сүт бермейтін қозының сүт беруі бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір муъжизасы еді бұл. Көрдіңіз ба? لم يمضي غير قليل حتى أسلم عبد الله بن مسعود وعرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه فوضعه الرسول صلوات الله عليه في خدمته. ومنذ ذلك اليوم انتقل الغلام المحظوظ عبد الله بن مسعود من رعاية الغنم إلى خدمة سيد الخلق والأمم. Az vaqt ötpey-ақ осы оқиғадан кейін Абдуллах ибн Масуд ислам келтірді, яғни исламға кірді. Және өз нәпсісін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қызметіне байлады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзіне қызмет етуге рұқсат берді Абдуллах ибн Масудқа. Сол күннен бастап сүйікті бұл құл, сүйікті Абдуллах ибн Масуд қойдың, яғни қой бағу қызметінен үмметтер мен адамдардың сәйиді болған Расулулла саллаллаху алейхи вассаламның қызметіне ауысты дейді. Яғни қой бағу қызметінен бүкіл үмметтің, бүкіл халықтың абзалы болған, ұлығы болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қызметіне ауысты дейді.
لزم عبد الله بن مسعود رسول الله صلوات الله عليه ملازمة الظل لصاحبه فكان يرافقه في حله وترحاله ويصاحبه داخل بيته وخارجه. Абдуллах ибн Масуд разияллаху анху ислам дінін қабылдағаннан кейін-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды ләзім тұтты, яғни қасынан шықпайтын еді. Тура адамның өзінің көлеңкесі қасында қалай жүретін болса, Абдуллах ибн Масуд да тура пайғамбарымыздың көлеңкесіндей болды. Сапарға шықса да, сапарға шықпаса да қасында бірге болды. Үйдің ішінде де бірге болды, үйдің сыртында да бірге болды дейді пайғамбарымызбен. إذ كان يوقظه إذا نام ويستره إذا اغتسل ويلبسه نعليه إذا أراد الخروج ويخلعهما من قدميه إذا هم بالدخول ويحمل له عصاه وسواكه ويلج الحجرة بين يديه إذا أوى إلى حجرته. Өйткені бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды көлеңкесіндей бірге жүрген болған себебі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ұйықтайтын болса, бұл оятатын еді ұйқысынан. Пайғамбарымыз бір ғұсыл алып жуынатын болса, пайғамбарымызға сатыра тосып тұратын еді. Яғни бір пайғамбарымыздың хужрасы, енді кішкентай ғана хужра, сол жерде бір тосықты тосып тұратын еді, мынандай матаныма бір нәрсені пайғамбарымыз ғұсыл алып алу үшін. Пайғамбарымыз далаға шығуды қалайтын болса, екі кебісін апарып пайғамбарымыздың алдына қойып кигізетін еді пайғамбарымыздың аяқ киімін. Ал ішке кіретін болса, пайғамбарымыздың аяғындағы екі аяқ киімін шешіп алатын еді өзі. Пайғамбарымыздың аса таяғын, пайғамбарымыздың мисвактарын көтеріп жүретін сахаба еді. Пайғамбарымыз хужраға келетін болса, хужрасын дайындап тұратын. Қысқасы не керек? Сондай бақытқа ие болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үйінде де, үйінің сыртында да қандай қызметі бар? Абдуллах ибн Масуд разияллаху анху қызмет қылар еді. Бұл меккелік дәуір. Мединеге барғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қызметінде және Анас ибн Малик разияллаху анхудың болғаны білесіздер. بل إن رسولك عليه الصلاة والسلام أذن له بالدخول عليه متى شاء والوقوف على سره من غير تحرج ولا تأثم حتى دعي بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Бәлки пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абдуллах ибн Масудқа рұқсат берді үйіне кіруге, яғни пайғамбарымыздың алдына кіруге қалаған уақытында. Ол түн бе, күн бе, ұйықтап жатыр ма, қандай хал болмасын, рұқсат берді кіруге. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сырын бөлісуге тартынбастан пайғамбарымыз сыры бөлісетін адам еді бұл. Сол үшін де оны Расулулла саллаллаху алейхи уассаламның сырының сахибі деп аталған екен. Пайғамбарымыздың сырын білетін, пайғамбарымыздың сырының егесі деген атты иеленген сахаба екен Абдуллах ибн Масуд деген. ربي عبد الله بن مسعود في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتدى بهديه وتخلح بشمائله وتابعه في كل خصلة من خصاله حتى قيل عنه إنه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا. عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم үйінде тәрбиеленді. Пайғамбарымыз жүрген жолмен жүрді. Пайғамбарымыздың керемет мүбарак мінез құлқымен бұл құлықтанды, сол құлыққа ие болды. Пайғамбарымыздың әрбір жақсы қасиеттеріне ілесе білді, соны бойына сіңіре білді. Керек болса ол жөнінде пайғамбарымызға адамдардың ішіндегі ең жақыны пайғамбарымыз сияқты мінез құлық жағынан, әдеп жағынан, басқа да қасиет жағынан пайғамбарымызға ең жақын адам деген нәрсе айтылды бұл кісіге.
وتعلم ابن مسعود في مدرسة الرسول صلوات الله عليه فكان من أقراء الصحابة للقرآن وأفقههم لمعانيه وأعلمهم بشرع الله. İbn Mas'ud radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin medresesinde təlim aldı. Ол sahabalarның ішіндегі Құранды ең жақсы оқитын сахаба болды. Сол Құранның мағынасын ең түсінушірек сахаба болды. Алла тағаланың шариғатын ең білушірек сахаба болды. Өйткені оның ұстазы Расулулла саллаллаху алейхи ve sellem'нің өзі еді. Peygamberimizin үйünde terbiyelengen edi. وَلَا أَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ حِكَيَةِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي أَقْبَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ فَقَالَ لَهُ جِئْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْكُوفَةِ وَتَرَكْتُ بِهَا رَجُلًا يُمْلِي الْمَصَاحِفَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ فَغَضِبَ عُمَرُ غَضَبًا فَلَمَّا غَضِبَ مثله قلما غضب مثله وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرجل وقال من هو ويحك. Бұған енді дәлел болатын нәрселерден бірі бір кісінің хикаясын айтсақ. Ол кісі Хазіреті Омар разияллаху анхуға келіп, Хазіреті Омар Арафат тауында тұрған кезде Хазіреті Омарға барып тұрып әлі кісі былай дейді: Я амир аль-му'минин. Бұл енді Хазіреті Омар разияллаху анхудың халифалық дәуірінде болып жатқан нәрсе. Ей амир аль-му'минин, мен Куфадан келдім. Куфада артымда бір кісі қалды. Ол өзі қалыбының, яғни сырт қалыбынан, яғни жүрегінен Құрандарды жаза беретін бір кісіні тастап келдім артыма дейді. Яғни өз білгенінше Құран жаза беретін бір кісіні тастап келдім артыма. Хазіреті Османға дейін Құранды жазу ол рұқсат етілмеген еді. Хазіреті Османның дәуірінде ғана Құран жазыла бастап еді. Әлгі кісі сол үлкен бір істі айтып келді ғой Хазіреті Омарға. Мен ана Куфада бір кісіні тастап келдім деген, енді артында сондай бір кісі бар. Құранды өз бетінше жаза беретін бір кісі қалды артымда дейді. Сол кезде Хазіреті Омар сол дәрежеде ашуланды, өйтіп ашуланғанын көрмеген еді ешкім дейді. Сөйтіп тұрып сұрады Хазіреті Омар: Кім екен ол? Вайхак. Ол құрып кеткір, кім екен ол деп, сондай ашумен. Сол кезде әлгі кісі Абдуллах ибн Масуд деді. Абдуллах ибн Масуд деген еді. فَمَا زَالَ يَنْتَفِيُ وَيُسَرَّ عَنْهُ حَتَّى عَادَ إِلَى حَالِهِ ثُمَّ قَالَ وَيْحَكْ وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَنَّهُ بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْهُ وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْ ذَلِكَ وَاسْتَأْنَفَ عُمَرُ كَلَامَهُ فَقَالَ. Сол сөзді естіп-ақ Хазіреті Омардың ашуы басылып өз-өзіне келді. Кейін әуелгі халіне келіп, әлгі кісіге қарап тұрып айтты: Өй бар болғыр, Аллаға қасам, мен әлі бір кісіні білмеймін, адамдардың ішінде қалған бір кісіні білмеймін. Бұл іске лайығырақ Абдуллах ибн Масудтан лайығырақ кісіні мен білмеймін. Ол жазса, ол сол жазуға лайық адам деген екен.